Қазір мемлекеттік қызметтерді, жаңағы анықтамаларды кейбір ВК, Facebook, мессенджер желілері арқылы алуға болады. Қазір біз ВК-ны тексеріп көреміз. ВК-да жазамыз портал ЕГОВ. Мінекей, портал ЕГОВ таптық. Вступить в группу. Арғарай біз сообщенияға услуга деп жазамыз. Мұнда сразу шығып тұр екен. Услуги таңдаймыз. Мінекей, қандай справкалар шықты? Адресная справка, о наличии недвижимого имущества, обременение справка, несудимость, психоневрология, наркология, противотуберкулезный и справка по расчету размера базовой пенсионной выплаты дейді. Қазір біз адресная справканы алып көрейік. Ага, ваше имя, пожалуйста, дейді. Так, отправьте свой номер телефона, дейді. Жетімен жазу керек екен ғой. 7-7-2-3-4-86. Все, мындай форматта. На кого? На себя. Введите код из СМС. 195, 57 код келді. 195, ой, 195, 57. Так. Заявка уже не істеді дейді ғынеке. Статус уже өзгерді дейді. Значит, маған справка келді. Так, міне, көрейік справканы түрін. Вау, справка дайын. Қандай ыңғайлы. Все.